Жаңа канал ашқан кезде ең алдымен YouTube сіздің аккаунтыңызды тексеріп, бот емес екеніңізге көз жеткізуге тырысады. Егер YouTube сізді шынайы адам деп және сапалы контент жариялайтын автор деп қабылдаса, онда арна туралы алғашқы деректерді жинау үшін видеоларыңызды бастапқы аудитория ретінде шамамен 30 мың адамға көрсете бастайды. Ал егер арнаңыз сенім тудырмаса, шортс видеоларыңыз ешкімге таратылмауы мүмкін. Мұны көбіне нөл қаралым түрмесі деп атайды. Бұған түспеу үшін бұрыннан ашылған арнаны және тарихы бар ескі электронды почтаны қолдану көмектеседі. Бірақ ең маңыздысы доступность функция бөліміндегі екінші және үшінші функцияны қосу. Көп жағдайда дәл осы нәрсе видеолардың мүлде таратылмай қалуы мен қалыпты көрсетілуінің арасындағы шешуші фактор болады. Өйткені ол сіздің шынайы адам екеніңізді бірден көрсетеді. Оның бәрі жасырын бір көрсеткішке әсер етеді, оны trust score деп атайды, яғни YouTube сізге қаншалықты сенеді, видеоларыңызды таратқанда адамдар оларды шынымен көріп, платформаға табыс әкеледі ме, соны бағалайды. Сенім төмен болса, YouTube көрермендерді сізге жұмсағанша басқа біреудің видеоларын көрсеткенді жөн көреді. Сіз контент жариялай бастағаннан кейін YouTube видеоларыңызды шамамен 30 мың адамға дейін көрсете алады. Көпшілік мұны 30 мың қаралымдық шектеу деп атайды. Оның мақсаты қарапайым. YouTube көрермендерге де, авторларға да профиль құрады. Сіз жариялаған әрбір шортс әртүрлі 30 мың адамнан тұратын топқа көрсетіледі. Осы кезенде YouTube тек сіздің контентіңізге ең лайық аудиторияны табуға тырысады. Әдетте жаңа арнадағы барлық график бірдей көрінеді. Баяу басталады, кейін секіру болады. Содан соң тоқтап қалады. Егер видео жеткілікті деңгейде жақсы болса, YouTube оны тағы біраз адамға көрсетіп, вирусты болуға лайық па, жоқ па соны тексереді. Егер шортс бірнеше мың қаралымда тоқтап қалса, оның себебі бір басқа факторларда болады. Ал егер ол 10 мыңнан 20 мыңнан төменгі аралықта тоқтаса, онда себеп басқа факторларда болады. Көп адам 30 мыңдық шектеуді жек көреді, бірақ негізі бұл жаман белгі емес, керісінше бұл сіздің шортс видеоларыңыздың вирусты таралуға мүмкіндігі бар екенін білдіреді. YouTube'қа тек тағы көбірек деректер керек, ол сіздің контентіңізді нақты кімге көрсету керек екенін түсінген соң, келесі видеоны әлде қайда кең аудиторияға ұсынады. Ешқандай қосымша дерексіз-ақ көпшілікке бірден ұнайтын видеолар жаңа арналарда тез вирусты болады. Сол себепті жалпы анимация жасайтын көптеген каналдар бірден атып кетеді. Өйткені мұндай видеоларды тек белгілі бір тақырыпқа қызығатындар ғана емес, кез келген адам тамашалай алады. Видеоңыздың жақсы не жаман екенін анықтау үшін алгоритм ең алдымен удержание көрсеткішіне қарайды. Бұл график мүмкіндігінше түзу, мүмкіндігінше жоғары болуы керек. Ал басындағы алғашқы төмендеу барынша аз болғаны дұрыс. Мықты удержание кейде басқа көрсеткіштер әлсіз болса да видеоны құтқарып жібере алады. Бірақ соған қарамастан қаралым сапасында видеоңызды көрермендердің орташа көру ұзақтығы көрсеткішінде мүмкіндігінше жоғары көтеруге тырысу керек. Сіз көбірек видео жариялаған сайын, ай сайынғы аудиторияңыз біртіндеп өседі. Өйткені видеоларыңыз әртүрлі бастапқы аудиторияға үнемі көрсетіліп отырады. Жаңа көрермендерді жай көрермендерге және тұрақты көрермендерге айналдыра алған кезде YouTube'тың сіздің каналға сенімі қатты өседі. Сондықтан мүмкіндігінше тез вирусты болу үшін күн сайын видео жүктеп тұру керек. Алғашқы вирусты видеодан кейін сіз бір жағымды кезеңге өтесіз. YouTube сіздің контентіңізді көбірек адамға көрсетуге барған сайын дайын бола түседі. Өйткені сіз бір рет болса да өзіңізге сенуге болатынын дәлелдедіңіз. Кейде уақытша қайтадан қаралым шектеуіне түсіп қалуыңыз мүмкін, бірақ егер ең сәтті видеоларыңыздың деңгейінде сапалы контентті жалғастырып жүктей берсеңіз, қайтадан вирусты боласыз. Әрі бұл жолы әлде қайда тезірек. Trust score жеткілікті деңгейге көтерілген кезде YouTube сізді қаралым бойынша шектемейтін болады. Әр видео бірден кең аудиторияға көрсетіледі. Одан кейін бәрі тек публикация санына байланысты болады. Уақыт өте 10 миллион қаралымға жетіп, монетизация қосасыз. Бірақ дәл осы кезеңге жеткенде бұрынғыдан да қаттырақ тырысу керек.
Егер осы сәтте босансып кетсеңіз, бәрін қайтадан бастауға тура келуі мүмкін. Сенім өте жоғары болған осы кезеңде сирек жариялау немесе қатарынан әлсіз видеолар шығару YouTube'тың видеоларыңызды азырақ көрсетуіне немесе тек подписчиктеріңізге ғана көрсетуіне әкелуі мүмкін. Бірақ ең маңыздысы адамдар шынымен көргісі келетін нишаны таңдау. Егер сізбен бірге дәл осы бір нәрсені тағы 10 адам жариялап жатса, вирусты болу әлде қайда қиын. Ал ниша тым толып кеткен болса, YouTube ең сенімді арналарға басымдық береді. Сондықтан жаңа арнаның өсуі қатты қиындайды. Видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Және видеоның описаниесінде 30 минуттық 2026 жылы YouTube'ты дұрыс бастау сабағын көре аласыз. Келесі видеоларда кездескенше.